Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздердің бүгінмен флеш достар, бүгін бізде өте кереметтей видео достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге, бүгінгі өзде тағы да салыстыру болады, яғни қазақ ютуберлер ол әрине қазақша мен Ероханы салыстыратын боламыз достар. Өте кереметтей видео болайын деп тұр. Әрине көптен бері видео шықпай жүр, я достар, арасы 3 күн 4 күн болып кетті, себебі ол достар. Баршаларыңызға Рамазан айымен мүбәрәк болсын, яғни бәріміз ауыз бекітіп ораза ұстағандықтан сол видеоның арасы ұзақ болып жүр достар. Ұстаған жандарды Алла ниетін қабыл етсін деген келеді, және бүгінгі видеоны мен бастағым келіп отыр достар. Бүгінгі видеода әдеттегідей өздеріңіз білетіндей сол раундтармен сол кәдімгі өздеріңіз білетіндей салыстырамыз ғой, өздеріңіз түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал біз видеомызды бастайық, кеттік. Put it out the coupe at the lot. Достар, бізде өздеріңіз білетіндей, бірінші ол әрине подписчиктерінің саны. Бұл жерде достар, әрине бірінші раундта қазақша смело ұтып тұр, себебі ол қазақша бұрын бастаған Ерохадан, сондықтан ода 200 мыңнан аса подписчик, Ерохада 100 мыңға енді жақындап қалды. Сондықтан бірінші раунд бойынша қазақшаға беретін боламыз. Достар, осы видеоны көріп отқан әрбір адамға айтарым, достар, міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздерші, өтініш. Менің 5000-ға подписчикке өте аз қалды, 5000-ға, сондықтан тезірек жеткізейік, достар. 5000-ға жетсек, ары қарай да белестерді аса беретін боламыз, достар. Сондықтан міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетсеңіздер, өте қуанышты болушы едім. Осындай керемет айда біреуге жақсылық жасағаныңыз өте керемет болды. Достар, солай мені қуантсаңыздар өте керемет болды деп айта бермей қойын енді. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Достар, бізде келесі раунд ол екеуінің каналының активностары, достар. Бұл жерде мойындау керек, Ерохада подписчиктен аз болған, мен қазақшамен бірдей-ақ активности. Бүкіл видеосында көбінесе 100 мыңнан астам просмотр, почти 100 мыңға жақын кейбіреулері, сонда 200 мың просмотр, сондай көпті. Қазақшада да сондай подписчик, бірақ қазақшада одан қарағанда көп подписчик. Екеуінде де активность бірдей. Мен ойлаймын, қазақшаға жетіп алады Ероха алдағы уақытта деп. Сондықтан екінші раундта екеуіне де бір балдан бергенді санап отырмын. Достар, бізде екінші ол әрине каналдың дизайндары. Міне бірінші көріп тұрғандарыңыздай бұл Ероханка. Ероханка кәдімгі текст түрінде өте керемет качествода. Ероханкаде нормально, бірақ мына жерде қазақшасын көріп тұрсыздар. Қазақшанка өте керемет стильде жасалған. Мульти-арт өте керемет жақсы дизайнер жасаған көрініп тұр, өзінің сеті тұр. Сондықтан бұл жерде мен білмеймін, қазақшанка ұнап тұрмаған. Сондықтан қазақшаға бір балл бергім келіп отыр. Әркімнің ойы бөлек, мүмкін сіз Ерохаға бергіңіз келетін шығар, оны міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Ал мен сіздердің бүкіл комментарияларыңызды оқитын боламын. Сонымен есеп 3-1. Достар, бізде келесі ол екеуінің скиллдары, яғни ойындары. Достар, былайша айтқанда маған Ероханың ойыны өте қаттырақ ұнайды қазақшадан қарағанда, себебі қазақшада соңғы уақытта білмеймін не екенін, скилл төмендеп бара жатқан сияқты, бірақ ол қайтадан көтеретін шығар. Бірақ бұл жерде маған Ероханың скиллі өте қаттырақ ұнайды, өздеріңіз көрсеңіздер болады, ол екінші каналда бүткіл хайлайттарын салып отыратын болады. Достар, бұл жерде мен тағы да Ерохаға тағы бір балл бергім келіп отыр, себебі достар, бұл жерде Ероха подписчиктермен ара қатынасы өте керемет, себебі көптеген стримдар жасайды, шынымды айтайын, аптасына 2-3 рет стрим жасайды, или одан да көп жасайды Ероха. Қазақшада көп стрим көре бермейміз, бұрын көп болатын еді, қазір мүлдем жоқ, өткенде 1-2 рет болды, одан кейін мүлдем болмады, достар. Сондықтан Ерохаға деген көп видео шығаруы, стримнің көп жасауына байланысты, байланысты демей қойым, көп жасаған үшін тағы да бір балл бергім келіп отыр. Сонымен достар, осымен бізде есеп 3-3 теңескен болатын. Достар, сіздер кім жеңгенін қалайсыздар, міндетті түрде комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеомызды міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Солай енді достар, кереметтей салыстыру болды деген ойдамын, достар. Солай, келесі видеода кездескенше енді видеоларды барынша тез шығаруға тырысамын, достар, түсінесіздер деген ойдамын. Ал барлықтарыңызға пока-пока, чао.